Уақыт өтеді. Ұрпақтар алмасады. Бірақ әр әулеттің тарихы жүректерде сақталып қалады. Бұл еңбекпен жазылған тарих. Бұл сабырмен салынған жол. Бұл бір әулеттің тағдыры. Біздің әулетіміздің тарихы Түркменстан жерінде бастап алады. Сол жерде тағдыр екі адамның өмір жолын тоғыстырды. Олар Бекжұбан атамыз және Ұлболсын әжеміз. Бекжұбан атамыз қарапайым еңбек адам еді. Ол темір жол саласында қызмет етіп, адал еңбегімен халыққа қызмет етті. Ал Ұлболсын әжеміз балабақшада тәрбиеші болды. Ол балаларға мейірім мен тәрбие берді. Тағдыр екі жастың жолын тоғыстырып, олар шаңырақ көтерді. Бұл шаңырақта 5 ұл мен 3 қыз дүниеге келді. Бекжұбан атамыз 28 жасында ислам жолына бет бұрды. 1986 жылы алғаш рет немере сүйді. Кейін отбасы Қазақстанға қоныс аударды. Маңғыстау облысы Қызылтөбе ауылына тұрақтады. Атамыз мешітте қызмет етіп, азан шақырып, жастарға дінді үйретті. 2000 жылы Бекжұбан атамыз бұл дүниемен қоштасты. 2002 жылы кенже ұлдары Мақсат дүниеден өтті. 2004 жылы Ұлболсын әжемізден айырылдық. Бірақ олардың салған жолы жалғасын тапты. Жыл сайын 14 наурыз Амал мерекесінде барлығы қара шаңырақта бас қосады. Бәріңіздің үйіңізде осындай той болсын. Тек аман есен үстіп тойда кездесейік. Еберген Құдайдың құлы Мұхаммедтің үмбеті шадиярдың досты. 18 мың әлемге патша болған сүлейміз жетілік көжамарбен қойы дейін. Маңғыстаудың ойында 362 әулі бекет атар шоқпанаты оғыланды қараматта шақпағатта төртті дияр имам мағзам. Ержан ақмұрға қарағала күнжін ақнатан ер қосайды.